Ауылда қозыны алғаш рет көгендегенде балаларға енші береді, соны көген түн дейтін. Менің бапас абысыным кербездің бір қора қойы болатын. Ол қозылардың ізінде жылқышының кішкентай баласы жүретін. Бірде көктемде қой жаңа қоздап, қозыны жаңа ғана көгендеп жатқан кезде салт бойынша кербез жас балалардың біреуіне арнап бір қозыға ен салу керек еді. Қозышы бала үнемейін сызылтып, бір мұңды әнді айтып жүреді дегенде естігенмін. Кербез менің айтқанымды істейді. Бала менің айтқанымды сезгендей, алдымен маған, сонан кейін барып кербезге алғыс айтты. Баладан мен жалғыз жүргенде айтатын өлеңін айтып беруді өтіндім. Аз ғана уақыт ұялып тұрды да, бала өлеңін айтуға кірісті. Ол бала жақында қайтыс болған шешесінен өткен жылы естіген Аққозы деген әнді айтып жүреді екен. Өлеңнің аты мазмұнымен жымдасып жатыр. Бұл өлеңде шешесін қасқыр жеген жетім қозы жайлы айтылады екен. Бала өзін сол Аққозыдай, ал байларды қасқырдай көріп, өлеңді ерекше сезіммен айтты. Баланың әні көкейімде қалды. Мен кедей балаға арналған көген түн деген күй шығардым.